Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі, өте дәмді болып шығатын печенье пісіреміз. Тез дайын болады, шайға қонақ келген кезде тез жасап тастайтын печенье өте дәмді болады, балаларға қатты ұнайды. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Ең алдымен ыдысқа бір жұмыртқаны саламыз, қант саламыз, шым-шым тұз саламыз. Сосын барлығын жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Ағарып, қантты кішкене еріп кету керек. Миксермен араластырған жоқпын, егер сіздер қаласаңыздар, миксермен де араластырсаңыздар болады. Дәл осылай ағарып шығу керек. Енді біз сметананың үстіне ас содасын салып, кішкене араластырып бір шетке ала тұрамыз. Бізде сметана кішкене көпіріп, көтеріліп шығу керек. Енді жұмыртқалы массаның үстіне сұйық майды құямыз. Жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Барлығы араласып біркелкі масса болу керек. Енді оның үстіне көпіріп шыққан дайын болған сметананы саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массаның үстіне ұнды електен өткізіп саламыз. Оның барлығын бірден салып жібермейміз, әуелі жартысын салып тұрамыз. Сосын қалған бөлігін салатын боламыз. Електен міндетті түрде өткізіп саламыз, қыздар. Ұнның үстіне ванилинді салып жібереміз. Осындай кішкене пакетиктегіні қолдандым, барлығын салдым. Енді лопаткамен кішкене араластырып аламыз осы массаны. Сосын ұнның қалған бөлігін салып, қамыр илеп алатын боламыз. Бізде қамыр өте жұмсақ қамыр болады. Дәл осы рецептте жазылған мөлшерден артық ұн қолданбаймыз. Егер ұны көбейіп кетсе, қамыр қатты болып қалатын болады. Сондықтан дәл осы рецепттегі мөлшерде ұн саламыз. Міне қалған бөлігін салдым. Енді осыдан жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамыр қолға қатты жабыспайды, өйткені ішінде сұйық май болғандықтан өте жұмыс істеуге ыңғайлы қамыр болады. Міне дәл осындай жұмсақ қамыр шығады. Қамырды тындырудың қажеті жоқ, бірден жұмыс жасай береміз. Енді кішкене жұмыртқаның көлемінде домалақтар жасап аламыз. Қолымызбен осылай айналдырып, үсті тегістелгенше айналдырып, домалақтар жасап аламыз. Пергамент салынған листке жайғастырып шығамыз. Арасын жақын қоймаймыз, арасыны ашықтау етіп, листке жайғастырып шығатын боламыз. Міне енді осы қамырдың барлығынан дәл осындай барлығын бірдей етіп домалақтар жасап шығатын боламыз. Менде барлығы 17 печенье шықты. Сіздер қаласаңыздар үлкендеу, не болмаса кішілеу етіп жасасаңыздар болады. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Енді оның үстіне қант сеуіп шығатын боламыз. Енді осы печеньені 180-200 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут уақытта пісіріп алатын боламыз. Печеньелар шетке кішкене жайылып, үсті қызарып, дәл осылай пісіп шығу керек. Әркімнің пеші әрқалай, сіздер өздеріңіздікіне қарайсыздар, үстінің қызарып шыққанына қарап тұратын боласыздар. Өте әдемі, ерекше дәмді печеньелар дайын болды. Дәмі өте ерекше дәмді болып шықты. Ешқандай артық зат қосылмайды. Үйде бар заттардан оңай дайындалатын печенье. Балаларыңызға жасап беріңіздер, отбасыларыңызға жасап қуантыңыздар. Видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сіздермен келесіде қызықты рецептермен бөлісіп отыратын боламын.